Ер адам шашын ұзын етіп өсіруінің философиясы. Бұл еркіндік, сабыр, табиғилық, ішкі күш, қоғамнан тәуелсіздік, жауапкершілік. Бұл мен кіммін деген сұраққа үнсіз жауап. Бірақ ұзын шаш бәріне жараспайды, себебі ол ішкі тәртіпті талап етеді, эмоцияны ұстай алуды талап етеді, өзін-өзі тануды талап етеді. Ұзын шаш табиғатпен келісім. Табиғатта арыстанның жалы бар, қасқырдың жүні бар, бүркіттің қауырсыны бар. Ер адам табиғаттың бір бөлігі, ұзын шаш табиғи форманы қабылдау. Ал қоғам не дейді? Гейсің бе, қатын бедің, еркек емессің бе дейді. Бірақ шындығында сексуалды ориентация шашқа қатыссыз. Тарихта ең қатыгез, ең ержүрек жауынгерлердің көбі ұзын шашты болған. Бұл парадокс. Бұрын ұзын шашты ерлік еді. Тарихты есіңе түсір, түркі батырлары, самурайлар, викингтер, спартандықтар, Иса пайғамбар, Шыңғысхан дәуіріндегі нояндар бәрі ұзын шашты еді. Осылардың бәрі қыстеке болды ма? Жоқ. Керісінше еркектің үлгі тұтатын нұсқалары болды. Біз табиғилықтан, еркектік салт жоралғылардан, дене мен рух байланысынан, энергияны сақтау мәдениетінен, ұятсыз емес мәнді даралықтан айырылдық. Қазіргі еркектер ішінен әлсіз, сыртынан дөрекі сексуал энергиясын шашып жүргендер, бірақ қысқа шашты болғаны үшін өзін еркек санайтындар. Бұл еркектік емес, бұл алмастырылған еркектік. Ер адамның сырға тағуының философиясы. 1. Сырға белгі, өз-өзіне белгі қою, өткенін бекіту, немесе жаңа кезең бастау. 2. Өз-өзін жеңгенінің белгісі, нәпсіні бақылау, тәртіп, шыдам. 3. Ауырсыну арқылы мағына беру. Адам ауырсынуды қабылдайды, соны мағынаға айналдырады. 4. Еркіндік және қарсы шығу, қоғамға тәуелді емес екенін көрсетеді, өз жолымен жүретінін білдіреді. Әр көргенде сен өз уәдеңді есіңе түсіресің, өз деңгейіңді ұстайсың. 6. Қуат және дене, кейбір ілімдерде құлақ қуат нүктесі. Сол нүктені ол тұрақты стимулдайды, адамды ояу күйде ұстайды. 7. Тарихтағы ерлер сырғаны, жауынгер болғанда батырлығын көрсету үшін рухани қорғаныш ретінде, мәртебе белгісі ретінде таққан. Яғни бұл мыңдаған жылдық ерлер дәстүрі. Ал қазіргі қоғамда бұны гейлік, әлсіздік және қыздарға еліктеу деп санайды. Ал бұл нағыз стереотип.